Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қиялдай алу ерекше қабілет, зат есім және оның түрлері. Оқу мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, зат есімнің мағыналық түрлерін мәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық-түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Оқушылар зат есім тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім деп бөлінеді. Негізгі зат есім бөлшектеуге келмейтін түбір зат есім, мысалы бала, бата, жапырақ, үй, тағы басқа. Ал туынды зат есім дегеніміз түбір зат есімге және басқа сөз таптарына жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есім, мысалы білім, достық, тағы басқа сөздер жатады. Зат есім құрамына қарай дара зат есім және күрделі зат есім болып бөлінеді. Дара зат есім бір ғана түбірден тұрады, мысалы оқушы, баспалдақ, тағы басқа. Ал күрделі зат есім екі сөзден тұрады, мысалы кемпір, қосақ, ата, ана, тағы басқа сөздер. Зат есім жалпы есім және жалқы есім болып екіге бөлінеді. Біркелкі заттың жалпы атауы жалпы есім деп аталады. Мысалы, кісі, адам, парта, үстел, тағы басқа. Бір ғана затқа берілген жеке атау жалқы есім деп аталады. Мысалы, Байжан, Гүлнұр, Ақтау, Қазақстан, Тайбурыл, тағы басқа. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Қалауыңызша 2-3 сөз алып, ол міндетті түрде зат есім болуы шарт. Төмендегі үлгіге сүйене отырып, талдау жұмыстарын жүргізіңіздер. Мысалы, кітапхана зат есім, өйткені не деген сұраққа жауап береді. Тұлғасына қарай туынды зат есім, өйткені түбірі кітап, зат есім, қана сөз тудырушы жұрнақ. Құрамына қарай дара зат есім, өйткені бір ғана түбірден тұр. Жалпы және жалқы есіміне қарай жалпы есім, өйткені бұл сөз біркелкі заттың жалпы атауы. Сіздер де сөздерді дәл осылай, дәл осы реттілікпен талдап шығыңыздар. Алдыңғы тапсырманы орындап болсаңыздар, оқушылар 99-ші бетте орналасқан 7-ші тапсырмадағы мәтінді оқыңыздар. Негізгі және қосымша ақпараттарды 6-7 сөйлеммен анықтаңыздар.